Баршаңызға қайырлы күн қыздар. Сіздермен бүгін осындай ерекше торт жасайтын боламыз. Ең алдымен ыдысымызды отқа қойып, үстінен суымызды құямыз. Суымыздың үстінен сүтімізді, қантымызды және сары майымызды салып, майымыз ерігенше отта араластыра отырып, ертіп алатын боламыз. Отыңыз қатты қызғаннан кейін өз қалауыңыз бойынша кішкене төмендетуіңізге болады. Себебі ұнды салған кезде қатты отта жұмыс жасау бізге қазір қиындық тудыруы мүмкін. Міне осылай май ерігенше араластырамыз. Енді үстінен електен өткен ұнымызды салып, өте мұқият түрде араластырып отырамыз. Қалдырып кетуге болмайды, себебі ұн бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Жақсылап осылай бір қалыпты араластырып тұрамыз. Отымды тағы кішкене түсірдім. Біз қамырдың дайын болғанын қалай білеміз? Қамырдың дайын болғанын қазір түбіне кішкене өзі бір қатпар пайда бола бастайды. Сол кезде біздің қамырымыз дайын болды деген сөз. Міне осылай видеода көрініп тұр. Қамырымыздың дайын болғаны ыдыстың түбіндегі қатпардан білесіздер. Енді қамырымызды біз басқа ыдысқа ауыстырамыз. Себебі жұмыртқаны салған кезде жұмыртқаларымыз пісіп қалуы мүмкін. Сондықтан қамырымызды ауыстырамыз. Енді осы қамырдың үстінен жұмыртқаларымызды салып, миксердің көмегімен жақсылап араластыратын боламыз. Қамырымызды кішкене осылай суытып аламыз. Қатты ыстық болып тұрмауы қажет. Шамамен бір 5-10 минутта қамырымыз суиды. Жұмыртқаны салып, осылай араластырып дайындаймыз. Осындай әдемі қамыр шығады. Оны кондитерлік қапшыққа салып, қалаған формада осылай орналастырып шығамыз. Бұл қамырдан сіздер түрлі формадағы эклер жасауға болады, және де дамский пальчиктің ұзынша етіп қамырларында пісіріп алуларыңызға болады. Енді мен бұларды торт ретінде креммен жинайтын боламын. Тортымның креміне қаймақты, салқын кілегейді және қант ұнтағын салып, жақсылап миксердің көмегімен араластырып алдым. Және осылай тортымды жинап қазір ұсынатын боламын. Бұл торт менің сіңілімнің туылған күніне арналғандықтан мен кукла ретінде жинап ұсындым. Сіздер өздеріңіздің қалауыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Дәмі өте ерекше болып шығады. Бұл негізінен бикеш саусақтары дамский пальчик торты. Бірақ мен осылай ерекше етіп жасап көрдім. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көріп, өздеріңіздің бағаларыңызды беріп өтіңіздер. Менің арнама тіркелмеген болсаңыз, арнама тіркеліп, маған қолдау білдіріп отырыңыздар. Тортымның үстіне осындай кондитерлік дүкеннен қуыршақ сатып алып орналастырдым. Жанын тағы да жауып, қазір әрлейтін боламыз. Осындай ерекше болып шықты. Барлығының көңілінен шығатынына сенімдімін. Сіздермен бірге болған әдемі. Менің келесі видеомда кездескенше сау болыңыздар.